ортаға келіңізші, көріңіз ба? Кім жоқ? Енді ортаға ашыңыздаршы, апайлар. Сіздер білесіздер, иә? Кім қандай әлеуметтік желіні жиі пайдаланып, сол бойынша ала қойыңыздар. Қай жерге болсақ екен, иә? Мына жерлерден қояйын. Өздеріңіз таласпайын, тұрасыңдар. Қазір мен де қояйын деген қойын, иә? Кімге қандай әлеуметтік желі ұнайды, сол бойынша аламыз. Мында бірінші топ, оң жақтағы бірінші топ, өзінің аяқты екінші топ, үшінші топ ортаға. Артында жазуға қарасыңдар, Инстаграм мен Фейсбук арасында. Артына қарасаңдар, сен тұрып тұр, иә? Мен енді оны ортасын артына ашқанда отырған кезде айтайын деген ғой. Жарайды, сол бойынша отыра берейік. Бір дегенде, мында Инстаграм. Қай тобында айтсам? Мында отырам. Енді қараңыздар, күні қараймыз, сөзді қоямыз, артық еш нәрсені жасамаймыз. Партамызда кітап пен дәптерлеріміз, ручкаларымыз, қалған затымдар білеттейміз. Топ ережесі, топ басшысы сайлаймыз. Топ басшысы, сосын таймкипер, сосын кейін ұйымдастырушы. Кім не жасап отыр, жасамай отыр. Менің қолымнан не тұр? Осыған әрқайсы әлеуметтік желі қазір лайктарыңыз басасыздар. Кім сабақ айтады, осыған жазыстырып отырасыздар. Сосын сабақтың соңында топ басшысы бағалайды. Үй тапсырмасы, балалар, үй тапсырмасын бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын. Тосын сый. Мен сіздерге қазір сұрақтар қоямын. Сол бір сұраққа жауап бересіздер. Сосын кейін топында оның түйгенін бөлшектер ортақ электрон жолмен байланысқан. Бірінші топтағы кристаллдардың қай түрде оның түйгенін бөлшектер ортақ электрон жолы көлем? Молекулалық олардың тиімдерінде полисті молекулалар сияқты полис молекулалар да орналасады. Келесі, иондық байланыс дегенде жабдыл. Иондар арқылы жүзеге асатын байланыс иондық байланыс деп аталады. Иондар арқылы жүзеге асатын химиялық байланыс иондық байланыс деп аталады. Келісеміз бе? Иә. Сені қабылға сәттей ма? Иә. Фтордың кристалдық торының түйіндерінде фтордың полисті молекулалары фтор орналасқандықтан олардың арасындағы байланыс күші мықты емес болғандықтан ол ковалентті полиске жатады. Дұрыс па? Иә. Полистіға және екеуінің орнын ауыстырған сияқтысыз. Полистіға керісінше қызғышыл мен суғылаттағы жайзаттарды полиссіз болады. Ең құпия тұрды емесіңдер? Келесі бөлді. Бұл жерде бізде ең қосылыстардың кристалдық торымен химиялық байланыс кальций хлориді бізде иондық кристалдық топтарда, ал химиялық байланыста иондық байланыс жатады. Ал оттегі бізде ковалентті полюссіз байланыс және де молекулалық кристалдық торға жатады. Фосфор сутегі бізде ковалентті полюсті байланысқа, ал молекулалық кристалдық торға жатады. Және де кремний оттегі бізде ковалентті полюсті кремний оксид деп айтамыз, е? ковалентті полюсті қараймызда жазып аламыз. Және де екеу ауысып кетті.
Дұрыс, мөңгілікке дұрыс. Оттек мына жақтарына қараңдар, полюссіз байланыстырды. Ал сендер жаңағы жайзаттар полюсті заттар. Полюсті дегеніміз қышқылдар, оксидтерді айтамыз, полюссіздар жайзаттарды айтамыз. Жазып аламыз тақтада. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Иондық байланыс ерітінділердің табиғаты және күнделікті өмірдегі маңызын түсіну, су туралы білімдерді дамыта отырып, күнделікті өмірде салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, қандай еріткіштердің түрлерімен танысамыз, олардың қандай түрлері бар, және оның қосылыстарға қандай әсері бар, соны зерттейміз. Және соны сіздерге біліп үйрету. Тақырыбы ерітінділер және заттардың суда еріткіштігі. Бүгін Наурыздың 2-сі, 40-шы параграфты ашыңыздар. Ерітіндіні кім қалай түсіндіреді? Ерітінді деген сөзді естігенде көз алдымызға не келеді көз алдымызға? Тұз ерітінді ме? Жоқ, тұз. Таңертеңгісін тұрғаннан кейін не істейміз? Сумен жуынамыз дегенде жағын анықтаушы жоқ, немен? Сумен, иә? Сонда дастарханға отырамыз. Сол кезде не ішеміз? Қағыз су ішеміз ба? Чай. Яғни біз суды газға қоямыз, қайнатамыз, сосын кейін чай дайындаймыз. Чай қандай заттардың құрам бөлігі? Кім айтады? Чай. Бір кесе шай дайындау үшін не қосамыз? Не қосамыз? Жаңа қайнаған суымызға сосын кейін сүт қосамыз, сосын кейін қант қосамыз, сонымен бір кесе чай дайын болды. Жаңыл айтады, оны майғат мен қойып ішуші едім. Онда сен заваркасын алып қойыңыз. Сонымен чайдың несі? Заварка, чайдың судағы ерітіндісі сумен қантпен қосылады. Сонымен біз айта аламыз қантты, глюкозаға айтамыз. Сұрақтар қойылды де? Қатты күйдегі зат сұйықтықта еріп, біз ерітінді деп атайтын қоспа түзіледі. Қатты күйдегі затты осылайша еріте алатын сұйықтық еріткіш. Ал осы сұйықтықта еріген қатты күйдегі зат еріген зат деп аталады. Біз оны еритін зат дейміз. Ол түгелдей еріген болып көрінгенімен қоспаның құрамында әлі де еріген зат кездеседі. Тұз ерітіндісінің массасы тұз бен суды бөлек-бөлек өлшегендегі массалардың қосындысына тең. Демек, судың құрамында әлі де тұз бар. Қант суда ерігенде дәл осындай жағдай болады. Су көптеген ұсақ бөлшектерден тұрады. Олар ыдыстың ішінде үнемі қозғалып жүреді. Қант кристалдары суға салынғанда олар бірнеше ұсақ қант бөлшектеріне ыдырайды. Су және қант бөлшектері бір-бірінен тәуелсіз қозғалады, ал пайда болған ерітіндінің көлемі бастапқы көлемінен көп өзгермейді. Еру химиялық реакцияға жатпайды. Бұл процесс барысында бөлшектер өзгермейді және жаңа заттар түзілмейді. Бұл таза физикалық процестің нәтижесінде тек бөлшектер бір-бірімен араласады. Қатты күйдегі затты неғұрлым көбірек ерітсе, ерітіндінің концентрациясы соғұрлым жоғары болады. Бірақ концентрациясы жоғары болса да, ерітінді үнемі мөлтір бірақ еріген заттың бөлшектерінің аз болғандықтан ерітінділер әрқашан мөлтір болып көрінеді. Егер қоспаның түсі бұлыңғыр болса, онда бір зат түгелдей ерімегенін білеміз. Көптеген қатты заттар суда ерімейді. Олар ерімейтін заттар деп аталады. Мысалы, саз. Қызықты әрі есте қалған тазалап қой, және мен толығына да рахмет айттым. Бәрі белсене қатысты сұрақтарға жауап берді. Лайфтарыңыз қанша болды? Сіздер тез көлік бол. Аюка, қайсыз ба? Біз осы бүгінгі сабаққа қатысқандарға рахмет. Және апайлар сіздерге рахмет. Рахмет. Біздің топқа да алғысымды білдіремін, бірақ есхат кішкене төмендеу болып қалды. Келесі сағатта, келесі сағатта. Лайк, қанша лайк? Бізде 20 лайк. Бірақ бізде 12 лайк. Сіздерде? 24. Және бірге